Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Видео түсіріп, видео шығармағалы бір айдың көлеміндей болып қалды. Рамазан айында видеоға түсіріп, видео шығаруға мүлдем уақыт болмады. Енді сіздерді осы құрылыспен таныстырып қояйын. Бұл бізде жазғы кухня болады. Бірақ үй салғанға дейін уақытша осында тұратын боламыз. Бұның размеріне келетін болсақ, ұзындығы 11 метр, ені 5 метр. Қабырғасы шлактан құйылған, ортасына ескі үйдің самандарын салып, осылай құйып өткенбіз. Төбесі бөрене стропиламен жабылды, ағаштары қағылды барлығы. Екі бөлмелі болады. Міне ортасында қабырғаны бөліп тұратын фундаменті құйылған. Мына жағы жатын бөлмесі болса, мына жағы ас бөлмесі болады. Ал артындағы фундаментке келетін болсақ, бізде бұл жерде артына монша салынатын болады. Бұның размері ені 4 метр, ұзындығы 5 метр шамамен. Бұл да дәл солай шлакпен құйылатын болады. Әзір енді шатырын жауып бастаймыз. Сосын әрі қарай ішкі сыртқы жұмыстарын жүргізе беретін боламыз. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Мауырлаты бекітіліп жатыр. Бұл мауырлаттың бір қызметі. Бірінші ол қабырғаға бекітіледі, астындағы бөренеге. 4 жағынан, алдынан, артынан мауырлат қағылады. Оның үстіне мауырлатқа стойкалар қағылады. Одан кейін 4 жағынан, ортасынан мауырлат осы құйылған қабырғаға сымдар арқылы тартылып бекітілетін болады. Ол біріншіден жел ұшпас үшін, екіншіден осыған күл төселгенде күл төгіліп ақпас үшін. Мынау артқы мауырлат. Бұл кішкене биіктеу ағаш салынды бұған. Алдыңғы стойкалары қойылды. Стропиласы қағылды үстіне. Орта кездерден тағы да күшейтіліп, стропилалар қағылатын болады. Мынау алдынан көрініс осылай. Шатыр односкатный. Алдында кішігірім козерогы болады. Алдыңғы көрініс осындай. Стропилалардың барлығы толық қағылып бітті. Енді обрешеткасын қағып жатыр. Жылыту төсемелері, жылыту үшін утепление, астына целлофан, минвата, қара қағаз. Оның үстінен күл, шлак төгілетін болады. Міне бір қатар төгіп өттік. 5 сантиметрдей төгілетін болады. Сол жетіп қалар.